Білесің бе, ол мишканың ішінде бриллиант бар екен, бізден басқа ешкім білмейді. Соны алайық та, ертерек кетейік. Оны сатсаң қанша теңге болады, білесің бе? Асқазан ойлап отыр. Шықты ойдан. Өзің жауып шықсаң қайтеді есіктерді. Бар. Бір сұлу жан кісі бар, адам кісі. Дейсен құтырмашы. Адам өз шашып тұрған. Неменеге ойының келіп отыр? Дейсен! Адам нерісін ойнады. Базарға бар, бірақ тоқтамадың ба? Кетті. Ұлан, осы сәтті пайдаланып, Нәкөнай дегенде сыртқа қарай шығарып алайық та, бриллиантты алудың жолын жасайық. Бағана неге тауықпен айналысады дедім маған. Есіме шығып кетті, Нәкөнай тауықпен айналысады. Үйіне барайық та, тауық туралы бір-екі әңгімелер айтып төбелестіреміз депші, бриллиантты алып, ертерек бұл ауылдан табанымызды жалдырадық. 90-60-90. Нәкөнай! 90-60-90. Қапсаша құлағын. Нәкөнай! Қалайсың? Привет. Жақсы, кімсіңдер? Нәкөнай, менің атым Наурыз. Ал мен досым Ұлан. Сенің төбелесетін тауықтарың бар екенін естіп, қаладан саған арнайы келдік. Баяз тауықтарың бар ма? Төбелесетін? Бар. Көруге бола ма? Мында тұр, не істейсіңдер оны? Мен де сен сияқты тауықты үлестіремін негізі. Жақында естік, көрші ауылда тауықты үлестіруден жарыс болып отыр екен. Соған сені жарысқа шақыруға келдік. Қатысасың ба? Жарыс дейсің ба? Жүлделер бар ма екен? Ой, бас жүлде, ақшалай сыйлық көп. Сен қатысасың ба ең бастысы? Қатысам? Онда Нәкөнай, мен саған тауық төбелестірудің құпияларын үйретейін саған. Тыңда. Тауық қораздарын төбелестіруді дайындау үшін ше, миякі игрушкамен дайындау керек. Миякі игрушка? Үйде бар ма? Бар ма? Бар. Кесе тез мен саған дайындауды үйретейін. Уақытым аз бауырым, тез. Қазір. Тез кел. Дос боламыз сосын. Ана алда болмай ғой. Аңқау ғой. Қазір Наурызшыда бриллиант салынған миякі игрушкаң келеді. Менің емес, біздің деп сөйлесейді, Наурыз. Қазір келеді ғой, ап келеді ғой. Жағынан бұйт қалдып, қашып көдейік. Қылмашы, мынаны ұрасың ба енді? Мынаны алда оп-оңай ғой, ұлан. Тілімен 10 ұрап алам ғой, басынан 3 рет, көзінен 1 рет, аяғынан 4 рет. Тілің ұзын ба не? Немістер ұқсап, жұмыс жаман қатты істейді екен, не? Қарсаң, жинап тастағанын қарсаң. Мына бола ма? Тауық несі, Нәкөнай, есің дұрыс ба? Тауық қону? Какая разница? Большая разница, большая, білесің ба? Айтшы. Қуасың ба сен? Кәдімгі игрушка бар ма? Аю. Сен аюға ұқсайсың ғой, сен мен дайындасақ болмай ма? Жоқ, кәдімгі ойыншық керек. Мысалға сен көшеде келе жатсың, алдыңнан тауық шығып қалды, қорқасың ба? Жоқ. Вот, көрдің ба, қорықпайсың. Ал аю шықпаса ше? Тырқырап, сразу қашасың ғой, тәпшігін тастап. Көрдің ба, вот. Бұл да сол сияқты ғой. Ол тауық қой енді. Тауық екеуіңнің ойлау қабілеттерің бірдей болып тұрған жоқ па? Екеуің бірдей болып тұрсыңдар ғой қазір. Бар ма еді үйде? Бір қызыма сыйлайтын бір мишкам бар. Бірақ оны алып келсем, ана қораздарым тырым-пырым шығарып, бытшын шығарады ғой. Негіз бір жаққа барым керек еді мен. Үйің тастап кет қалмақшысың ба? Енді үйімді қалтама салып кетпеймін бұл. Мына отындарды жару керек кешке шейін. Нәкөнай, біз саған отын жаруға көмектесеміз. Біз жатқызаймыз мына отын бәрін. Мұсылман деген бір-біріне көмектесу керек олар. Альхамдулилля, мұсылманмын. Рахмет, ет жейсіңдер ма? Дейін бар ма? Қоя тұршы. Үйдің ішіндегілерін іздесей. Үйдің сыртында емес, ішінде істейтін жұмыстар бар ма? Ана кухняның раковинасын су кетіп жатыр дейді, соны істеу керек. Болды, жөндейміз. Онда мен бара берейін ба? Баяғы өмірімізде сантехник болғанбыз ғой, бара бер, біз жөндеп қоямыз. Рахмет, достарым. Доспыз ғой. Артыңа қарама. Жақсы еді ғой. Алда, оңай. Дұрыс емес бә, бірдеңе ондан. Қойшы. Достарым, мен үйдегілердің бәріне ескертіп қойдым. Айттың ба? Бәрін айтып қойдым. Мен онда бара берейін. Бара бер, Нәкөнай. Рахмет, достарым. Жақсы болды. Ойнама. Болды. Тамақ істеп қойсын, жейсің. Айттым, рахмет. Тамағын есі, асықпай сенде. Анан бәрін томарлат кіргіздеді ма? Томарлат кіргізбекші бар. Қойшы, кетіп қалсын.
үйіне раквинаны жөндеуге керек те онда оған тездетіп жаңа мышканы сен іздеуге кіріс. Алайқа табанымды жалтыратайын. Бош қарным ашып кетті Наурыз. Бош. Бұл қайсың? Саламатсыз апа. Қадағарыңыз қалай? Бақытты болыңдар айналайындар. Наконайдың достарсыңдар ма? Иә, Наконайдың достары. Жаңа Наконай сенде туралы айтты ғой. Жандарым! Аны, дос деген осындай болса ғой. Сендер раквина жөндейсіңдер ғой, Иә. Жүріңдер. Көрсет. Мана раквинаның асты ғой. Осы су бітіп қалған ғой, су жүрмейді. Жеңеше, біз негізі раквина ондайды мүлдемейміз. Жөндейді ғой, жөндейсің ғой, жөндейді уайымдамаңыздар. Жөндейміз. Иә? 4 құбыр жөндеп біледі ғой, күнде жөндеп жүр, қосып жүрген түрлік қой. Иә. Осыны сендер істеп қойыңдар, мен жақсылап тамақ дайындаймын. Манта. Иә. Істей беріңдер айналайындар, тез. Сізі кімнен? Басын бастайды да. Жалап бастай бер, Осыны сынады. жеңше. Төрт құбыр шашап, қанымыз ашып, жей. Ойбай, жей жаным, жей. Ана жерде тағы не бар, айран, жей бер. Мынаны жей берейін. Жей бер. Қолым май ма кәдімгі? Иә. Көмектесі, ұлан. Отыра бересің ба тамақ ішіп? Тоймайды екенсің бір көмектесі. Қанымыз ашып кетті. Істесең өзің. Оның несін екі адам істейді? Істей берсең, екеуміз сыймаймыз да оған жерге. Қолым май ма, но? Иә, мен істеген ғой. Кәдімгі сиыр ма, қорада да сиыр ма? Сиырларыңыз қоңыр сүт сауып olsunlar ма? Қара сиыр ғой. Наконай, осылай үндемей отыра береміз ба? 10 минут болды ғой отқанымызға. Мен кірем үйге онда. Кірмей тұра тұршы. Енді әңгіме айтсаңызшы, көрген білген қызықты әңгімелер айтыңыз. Көрген білгенімді айтып берейін ба? Бүгін таңертең қора тазалап жатқан бұл. Өзім баққан қоразым өзімді тарс еткізіп бір тепсе бола ма? Қанқ етіп. Сосын анау күректің сабын алдым да қоразым тырқыратып қойдым. Ол ештеңе емес, ана көршінің тауығы бар ғой. Тауықтан басқа әңгімені айтарсыз. Онда үндік жайлы айтып берейін ба? Үндік бар ғой. Сіз келген махаббат жайында, адамдар жайында айтыңыз. Көрген білген қызықтарыңызды айтыңыз. Мен көрген білген айтып жатырмын ғой саған. Оны қойыңызшы, кішкентай кезіңізде неге қызықтыңыз, нені жақсы көрдіңіз? Кішкентай кезімде мен балапан жақсы көргем. Балапан ірімшік жақсы көреді. Ірімшік жеп көрмегесінде тәтті болады оның ірімшігі. Мен кеттім онда. Ағам кеп қалды. Сәл кірмей тұр. Ағам келетін уақыт болды. Тауықтар бітіргенде жоқ па? Сыйлығыңызға рахмет. Мақұл, мен де барайын. Тауықтарыма жем шашатын уақытым болып қалды. Маған ақ бердің ау. Енді Арманға берем. Коллекциясына қосып қойсын. Қарным ашып кетті Наурыз мен. Қарным ашып кетті дей бермей. Бір іздемейсің ба? Бриллиантты. Тамақтан өлдің ба? Дәу колонка бол. Наконай кет. Наконай? Біз ана раквинаның бәрін жөндеп қойдық. Ұзын. Риза жарсың? Ризамын. Қаяқтан келатсың? Қыздан сүйістік. Адет. Бәрін отырып айтып берші, қалай болды? Сөйтіп? Сен кәдімгідей бірінші кездескенде сүйістің ба? Сүйіскеннен көтеріп қоймай ма? Қылмашы, қандай көтерген? Зрениясы нашарлауы мүмкін. Ойнап айтады, ондай емес, құлақ естімей қалады. Сен джентльмен екенсің ба? Джентльмен болған сыйлық сыйладым ғой? Қойшы. Сынып қалды. Не сыйладың? Мышка сыйладым. Магазин алдынан бір мышка тауып алғам ғой. Соны апарып сыйлап жібердім.
Қаяқтан білсін, тауып алғанымды. Адам емес екенсің ғой Наконай. Соны айтам. Сол мишканы маған берсең, мен ақ сүйсе салатын едім болса, мен ақыры сүйіскімді бөліп барам. Кетші? Тоқташ, кән мишка енді қаяқта қазір ол? Қызда? Қыздың үйінде ма? Иә. Жүре барамыз сол жаққа. Мишка сыйлаған есі тұрса адам сол. Бармай ма ол жоқ? Қыздың ағасының мінезі жаман. Наконай, сен ана қызбен үйленесің ба? Үйленгің келе ма? Иә. Онда сен осы бастан әрекет жасасай, ағасымен аралас, әкесімен аралас. Не істеуім керек онда мен? Үйінде онша-мұнша тірліктерін істеп бер. Көзіне түссең, ертең сен ұнатып қалса, қызды өздері ақ бере салады саған. Сендер қасында жүресіңдер ма? Біз саған көмектесеміз ғой, бізді пайдалансай. Кеттік, не қылып тұрмыз? Тез жүр алдына түс. Жеңшем, мантысы дайын болып қалды, жеп кете салайықшы, қашпайды ғой шаға. Оған мантыс нес? Бағана ғана қара сүттен жасалған майын жедің ғой, той майысың ба әлі? Мышке үйінде дейді, ертерек барайықшы енді тұр. Жүрші Наконай. Шынды мана олай, тастап кеткен несі? Осы ма? Ит жоқ па? Иті бар еді, бірақ қаппайды. Әдім екен, Наконай, сен ең бастысы қорқпа. Қазір ағасы кеп қалған кезде ше, өзімді еркек құсап ұстап. Смело тұрай. Айт қорқпасаңызшы. Мына қалай? Тыныштық па, біздің үйге келіпсіңдер? Тыныштық па онда. Онша-мұнша тірліктерге көмектесейін деп. Иә, майда жүйде тірліктер осы. Ауылға күнде кеп атқан жоқпыз, көмектесіп кетейік. Көмектесіп. Көмекке келдіңдер ма? Иә. Ой, молодец. Баяғана Тимур түпсей десе? Сендер сияқты бір әшкілер жоқ қазір бар ғой. Наконай, да? Мен достарым ғой. Ой, жанына. Жүр, бана көрсетейін сендерге. Барамыз. Жүндері. Айтпайсың ғой. Осы мағазы? Осы. Сонда біз участковыйдың үйінде жүрміз ба? Иә. Жүр көмектесейік, қазір талып қаламыз. Жетсе барайық енді. Армантай? Тағы сотқы ма? Папа, қараңыз, резервқа маған күшті мишка салады. Құтты болсын мишкан. Рахмет. Молодец. Мына сенің мишкаларынан бар ғой, Арман үй соғуға болады ше. Жинамайсың ба мұнан бәрін? Қалған мишка жинап тастаған. Осы біздің қатын алтын-палтындарын осы біздің мишкаларға сақтамай мекені, е? Ұтып атсың ба? Балам? Қайрат? Не істеп тұрсың сен? Мұжыватым. Мұжыған несі? Мұжыватым деппін ғой. Жинап. Шаш тастаған ғой мұнаның бәрін. Арман, жинайын. Жина, дұрыс. Молодец, жина. Балам, жүр Армантай шешеміз жошайға. Болған жадыңыз, осы мәлем. Таутекелер, молодец. Қалайсыз, Қайрек? Міне, қандайсыңдар? Жақсы. Наконай, қалай? Ұрыларды ұстадыңыз ба? Ұрыларды ұстай алмай жатыр мен. Бірақ бар ғой, милициям ұстаймын олар. Точно гарантия ұстаймын. Бірақ мына құлабалада мына жүрегім сезіп жүр бар ғой. Ұрылар ше. Осы жерлерде жүрген сияқты бар ғой, осы жерлерде. Қойыңыз қайда? Шынымды айтайын бар ғой. Мына түйсігім айтып жатыр. Осы жақын жерде жүрген сияқты. Ұстап алсам жаман қинаймын оларды. Не істейсің? Бүйтіп қолдарын көтеремін да, бүйтіп пошкілерінен яп түрің әбіршіп кетті. Зікілдетем. Тағы қандай қинаудың түрі бар? Наурыз, құда бола. Бізде шаға ыстық
шай берсеңізші тамағымен қосып. Шай, тамақ. Жеп отыр қиналсын да. Ола болмайды олай. Серьезно айтсаңдар, серьезно бірдеңені. Не бар ұлан? Төсек сап берсеңіз жат деймін ол басты. Таман айбана кезіндер сендер. Так, Наконай, не керек? Су, фу, не? Магазинге барамын. Жоқ, бізге ештеңе керек емес. Наконай, не? Мороженый. Мороженый міне. Давай, жақсылап. Әпшелеріңе мақтап келейін бар. Болды. Әпшеге кеттім деді ғой. Магазинге бәрі біліп қояды ғой қазір айтса. Тез мына жерден табанды жалтыратайық ұлан. Біз кеттік. Сен ағаштардың бәрі өзі жинап қойды Наконай. Мына үйдің қызы сені одан сайын жақсы көреді көзі білесің бе? Көмектесем дедіңдер ғой? Біз шаруалар шықпады Наконай, жақсы Шаруалар шықпады. Қоназ дайындау не болды? Раушан апша, саламатсыз ба? Саламатсың. Қалайсыз жағдайыңыз? Жақсы, қайрым. Аман есенсіздер ма? Аман есен. Тыныш па магазиндеріңіз ұры-сұрылардан? Бәрі аман есен, жақсы, рахмет. Камералар қосылып тұр ма? Қосылып тұр. Анау ініңізге риза болдым. Қандай іні? Қандай іні дегенде, сана Наурыз деген туған ініңізше біздің үйде жұмыс істеп жатыр ғой, дос екеуі. Жоқ, менде іні жоқ, сен шатасып тұрсың ау. Жоқ па ондай іні? Жоқ. Не үшін алдады екен мен онда? Білмеймін, дүкенге күдікті бір-екі бала келді бүгін. Күдікті дейсіз ба? Қалай, несімен күдікті? Камераны қосып беріңші деп өтінді. Камераны қосып бір портмонесін жоғалтып алған екен деп қарасам, қайдағы бір мишканы іздеп жүр екен. Мишка дейсіз ба? Мишканы іздеп жүр, ойыншық мишканы. Ол мишканы Наконай алып кеткен. Олар Наконайды сұрады да жүгіріп шығып кетті. Біреу зыпылдақ бағанда, біреу толық ба? Айдың қонжығы сияқты? Дәл өзі. Раушан апша, рахмет. Үлкен рахмет. Жақсы. Ішіп алыңыз. Рахмет жоным. Наконай! Қанана екеуі? Жаңа сіз кете салман, екеуі зытты ғой артыңыздан. Сен бағана Раушан магазиннің алдында мишкі тауып алдың ба? Иә. Кән сол мишкі? Жазираға сыйладым. Жазира мишкі кән? Арманға бергем? Арманға бердім? Арман! Енді осы мишкімен ойнамақшы ма? Сатып ағам оны. Арман! Жазирақпен берген мишкі кәні? Сіз мишкаларды құрттаған екен заправка жақтағы ағайға 1000 теңге сатып жібердім. Сол мишкіні 1000 теңге сатып жібердің ба? Иә. Құрыдық! Жыл құрылай шалу керек еді одан. Осы ғой? Осының бәрін кеше түнде істеу керек еді. Істедік қой түнде. Үйді айтам, ұрлықты айтам. Ұрлық ба? Үйінде адам қалмады. Бар, тез кірді, алып шық бар. Неге мен бар деген бар өзім. Алып шықсай бар. Бармайым, нағыш өзің бар. Сен білесің ба, кеше түнде өзі. Барам болды, барам. Тез шық бар. Солқамаш. Кісі тесіп тұрмын, да? Atan körükte var, жүрсі. Aslında Ne oldu өзі? Ұйықтаймай ятып ғой сол. Көрейік, жүріңіз. Бір кешіп жүретін қыз екенсің өзіңше. Өзі шешем кешік болған ғой мен. Сол атама бір жақсы салып. Не болды өзі атама? Ұйықтататынына самасаң 2 күн болды ұйықтамағанына. Ауырып жатыр ма, түсінбедім ше. Жатыр ғой, оятайық онда қой. Не қыласың оятып? Өзі итак уколдан қорқатын кісі. Осы моментті ұра берші. Сөйтейін ба? Иә. Мақыл онда бұл. Қорқып қалмасын тағы да? Қорқпайды.
Жана буруп жиберсек осы кезде. Кірет шығады өтер. Демидро ма? Демидро ғой. Ой, ойымда ма қазір? Қолдатып ұйықтатқызады десе. Ұйықтайды, иә. Спирт па ма? Спирт қой, иә. Таза спирт ау дейме? Тазасы. Ал, бисмилля. Міне. Демидроның не күштісін салдым. Енді атам жақсы ұйықтайды. Рахмет Райхан саған ше. Ой, рахмет Райхан, жақсы болды ғой. Атам ұйықтайды ғой, а? Ұйықтайды. О, ұйықтаса. Ата! Ой, не бұзып жүрді? Тыныштық ба? Ha? Кім жатқан мен орында? Сіз ғой жатқан, сіз ғой деп мұсыз, мына яқта жүрсіз ғой. Ой, тоқта мына жерде тұрыңыз. Өзің деп ұсталдың, Жат, ұйықтап алайықшы сәл. Біздің... ұйықтап алайықшы. Мешкін іздедіңдер ғой біздің үйден, ойладым, сосын қинайсың ұйықтап алайықшы бақа. Екіншің де сенің осы жерде жүріп бар ғой. Бары. Не беріп кеп тұр ғой. Айттым мен саған ұрламай қойырсың. Ыңғырсай бермеш. Олымаш ит болып кеттің ба бір? Жаңа қараса иттен басқа не болдың енді? Соп қалдық қой кәдімгідей. Ойлап тұстаған, қарным ашып кетті. Су беріңізші. О, байғыстар-ай. Бізге емес пе? Сендерге емес су. Бізге шаш берші жеға деп. Шөлдеп бет. Кеше. Чеше босат, чеше. Суда татырмаймыз сендерге. Көрдіңдер ме ана ұрлықтың түбі қорлық деген? Чеше енді ұрламаймыз. Енді ұрласа да саусағым түбімен кесіп тастайсыз. Кесіп тастаймыз. Кесіп тастамағанда нелерің қалды? Жіберіңізші, босатыңыз. Ана білесіңдер ғой, енді Қайраттың ашуын білесіңдер ғой, нелерің бар еді соны? Қайта сендер рахмет айтыңдар Қайратхана темір тордың артына қамамағанына. Рахмет, алғысым шексіз. Алғыс айтам Қайрат ағаға. Тұрып шықма бірдеңе суыз қойыңыз. Жоқ, болмайды, ештеңе де болмайды. Жалын ба ше, бұл көріп тұрсың ғой көкбет екен. Ойбай, не болып маған көкбетте? Көкбетсің ғой сен. Шешетін болса бағана шешетінен ғой. Көкбеттен тұрсың ары бері жүріп. Сен аузың жабылатын емес қой, а? Тыныш отырыңдар ғана. Айтара бермесең. Айттым ғой, кәче бар деп бір айтса, болды кетеді. Мә, осы үшін бар ғой, мүлдем шешіп. Отырасыңдар ғой. Көкбет сізге. Мә, осыған қанағат қылыңдар да, отырыңдар өйстіп. Қазір мен сен мына жерлеріңе келіп от қоям жандырып. Не істейміз бе?